Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың аты ұйым экономикасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өнім өндіру және өткізу шығындарын төмендету жолдары. Шығындар дегеніміз бұл кәсіпорын өзінің өндіретін және коммерциялық қызметін іске асыру үшін өндіріс факторларының ақшалай түріндегі шығындары. Шығындар ұғымын екі тұрғыдан қарауға болады. Біріншісі ресурстық, екіншісі еңбектік. Ресурстық бұл өндіріс процесінде еңбек, жер, су, материалдық ресурс қолданылады. Ал еңбектік шығындар бұл өндіріс процесінде тірі және өткен еңбек қолданылады. Тірі және өткен еңбек шығындары. Формулалар былайша өрнектеледі. Өнімнің құны бұл тұтынылған өндіріс құралын өнімнің қажетті еңбек арқылы келген бөлігіндегі құн немесе қосымша құнға және оны кәсіпорын және қоғам үшін жасалған құнға қосқандағы мәнге тең болады. Кәсіпорын шығындары өндірістік белгісіне қарай үш түрге бөлінеді. Біріншісі өндірістік әлеуметтік мәдени тұрғын үй тұрмыстық қызмет көрсету және осыған ұқсас басқа да мұқтаждарға кететін шығындар. Екіншісі өзіндік құн құрайтын өнімдерді өндіру және сатуға кететін шығындар. Үшіншісі өндірісті ұлғайтуға және жаңартуға кететін шығындар. Өзіндік құн мен құнның айырмашылығы мынада. Өзіндік құн құннан. Өзіндік өндіріс құрал тең болады еңбек құрал қосылған еңбек заты. Құн қоғамдық шығынмен анықталады, ал өзіндік құн жеке шығындармен сипатталады. Сондықтан олар тең емес. Өзіндік құнның ақшалай сипаты, сондықтан өнімнің өзіндік құнына тұтынылған өндіріс құрал құны емес, олардың бағасы енгізіледі. Қажетті еңбек шығындары өзіндік құнға қажетті өнім құнының мөлшері бойынша емес, еңбек ақы ретінде енгізілген. Кәсіпорын деңгейінде еңбек ақыда қажетті өнім құнының бөлігі көрініс тапқан. Өнімнің өзіндік құнына қосымша өнімнің құны арқылы келесі шығындар енгізіледі. Олар әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік сақтандырудың орталықтандырылған қорына төлем. Сонымен қатар кадрларды дайындауға кететін шығындар және өндірістік емес шығындар. Өзіндік құнның келесідей түрлері бар. Олар біріншісі өндірістік өнімді өндіру және сақтайтын орынға тасымалдау шығындары. Екіншісі толық өзіндік құн. Ол өндірістік және өткізу шығындарының сомасына тең. Келесі түрі жоспарлы нормативтер бойынша есептелінеді. Содан кейін нақты өнімді есепке алу материалдары бойынша анықталады. Келесі провизорлық, яғни келешек ағымдағы жылдың бірінші қазанына дейінгі шығындары мен соңғы кварталдың шығын нормативтері негізінде есептелінеді. Өнімнің өзіндік құнына кіретін барлық өндірістік шығындарды әртүрлі белгілері бойынша топтастыруға болады. Ол келесідей, яғни шығындарды топтастыру, біріншіден оған өндіріс процесіндегі рөлі бойынша олар негізгі қосымша болып бөлінеді. Өзіндік құнға енгізу жолы бойынша олар тікелей жанама болып бөлінеді. Құрамы бойынша жай және кешенді, өндіріс көлем қатынасы бойынша тұрақты және айнымалы, өндірісте қатынасу уақыты бойынша ағымдағы және келешектегі болып топтастырылады. Шығындарды жүйелі түрде төмендету кәсіпорындардың жұмыс істеу тиімділігін арттырудың негізгі құралы болып табылады. Ұлттық экономиканың барлық салаларында өндіріс шығындарын төмендетудің мына төмендегі негізгі бағыттарын айтуға болады. Олар ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану, өндіріс және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру, экономикалық процестерді мемлекет тарапынан реттеу. Өзіндік құнды кемітудің басты факторлары. Оған біріншіден өндірістің техникалық деңгейін көтеру, екінші өндірістің материал, отын, энергия және еңбек сыйымдылықтарын төмендету, үшінші басқару және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру,
төртінші технологиялық процестерді қуаттылық пен негізгі қорды пайдалануды жақсарту және тағы да басқалар жатады. Сіздерге бақылау сұрақтары берілген. Осы 5 сұраққа жауап жазып, Classroom платформасына жіберуіңізді сұраймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.